Эйр Астанамен әйгілі Дос Мұқасан әншісінің арасындағы дау 12,5 мың теңгемен шешілді. Әуе компаниясы қызметкеріне дөрекі сөздер айтқан Мұрат Құсайыновқа сот кешіріммен қарап, ең аз мөлшерде айыппұл кесті. Кеден тексеру қызметкерлеріне қарсы былапыт сөздер айту фактісі анықталды. Ол бойынша Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты 5 айлық есеп көрсеткіш түріндегі айыппұл жазасын тағайындады. Еске салсақ, белгілі музыкант пен Эйр Астана қызметкері арасындағы дау сәуірде басталған еді. Кеден жолағында жолаушыларды тексеріп тұрған қыз Дос Мұқасанның әншісі маған ауыр сөздер айтты. Одан қалды бетімнен ұрт деп сотқа шағымданған. Сондағы бой жеткеннің бар кінәсі аяқ киімін шешуін сұрағанда екен. Мұрат Құсайынов бастапқыда өзінің кінәсіздігін айтып, керісінше қыз жала жапты деген болатын. Алайда осылай деп басын ала қашқан әнші сотта кінәсін мойындады. Өз қателігін түсінген композитордың бірінші рет бұзақылық жасағанын ескерген судья әншіге кешіріммен қарап 12,625 теңге көлемінде айыппұл салды. Сотта тағы белгілі болғандай, Мұрат Құсайыновқа әуежайда айқайға басып, басқа жолаушылардың да мазасын алды деген айып тағылған.